Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз алмадан өте дәмді және нәзік тез жасалынатын шарлотка пирогын жасайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл пирог тез жасалынатын болғандықтан алдын ала пештеріңізді қыздырып қойған дұрыс болады. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз, 1 стақан қант салып, миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Міне осындай аппақ көбік болғанша миксерлейміз. Одан кейін осының үстіне 20 немесе 15% қаймақты қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майын құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сіздерге нақты мөлшерлерін видеоның астына жазып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Електен өткізгендеріңіз дұрыс, ішінде тіктері болмайды және пирогтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Осы ұнға ванилин және қопсытқышты қосып, електен өткізіп алып, жақсылап араластырып аламыз. Осы пирогымызға қосатын 4-5 алма керек болады. Оның екеуінің ішіне қосатын болам, пирогтың екеуін сыртын әрлейтін боламын. Екеуін аршып алып, орташа бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Турап алған алмамызды піспеген пирогымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін формаға құямыз. Менде форманың размері 26 размер. Формамыздың астына пергамент қағазын төсеп барып құйыңыздар. Егер пергамент қағаз жоқ болса, астын жақсылап майлап жіберіңіздер. Енді осы 2 алмамен пирогтың бетін әрлейтін боламыз. Пирогтарыңыздың бетін әрлеп болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут аралығында пирогтарымызды пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіз бақылап қарап отқандарыңыз дұрыс. Пирогымыздың піскенін білу үшін ағаш таяқшамен пирогымызға былай салып көреміз. Сол кезде ағаш таяқшамыз құрғақ болуы керек. Сол кезде пирогтарыңыздың піскені білетін боласыздар. Ал егер таяқшаларыңыз жабыспақ, сондай сулы болып шықса, пирогтарыңыз әлі піспеген деген сөз. Ол кезде тағы да 4-5 минутқа
қойып жібересіздер. Пирогымыз пісіп дайын болды. Формадан алып тастауымыз керек. Біраз уақыт суығаннан кейін дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Бетін қант ұнтағын сеуіп немесе қант ұнтағын сеппесеңіздер де болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Пирогымыз өте әдемі және дәмді және тез жасалынады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса лайк басып комментарий жазып отырыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қойыңыздар. Арнамда көптеген рецепттермен бөліскемін. Сол рецепттерге қарап жасап көрсеңіздер де болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.